Армысыңдар, құрметті оқырмандар. Балалар, мен бүгін сіздерге өзіміздің кітапханамызға келіп түскен жаңа кітаптардан Ой маржаны кітап тақырыбындағы библиографиялық шолу жасаймын. Өздеріңіз білесіздер, мына біздің ұлы ақынымыз қазақтың данышпан, кемеңгер Абай Құнанбаев. Осы Абай Құнанбаевтың қара өлеңдері мен поэмалары келді. Білесіздер, өте мағыналы, мазмұнды осы кітабымыз бар. Тағы да сіздерге біздің Гүлжан Назымбетованың Қазақстан динозаврлары. Біздің Қазақстанда өткен ғасырда Қазақстан жерінде осы динозаврлар өмір сүрген. Бұлардың осы кітапта жаңағы қай кешелерде өмір сүргендігі және де қалай жойылып кеткендігі туралы толық мағлұматтар алып оқысаңдар болады. Одан кейін тағы кітаптар балаларға арналған қызықты деректер, жануарлар. Осы суретте көрсетілген барлық жануарлар туралы толық мағлұмат ала аласыздар. Бұл жерде адамның таным деңгейін өсіреді, білім деңгейлеріңізді арттыруға болатын құрал кітап деп ойлаймын. Және тағамды минералдар деген кітап. Бұл енді адамның тамақтану мәдениеті, адам өзінің ағзасына не керек екенін білмейді балалар көп. Осы кітапты алып оқу арқылы өздеріңізді мәдениетті түрде тамақтануға, таныстыруға, білуге, білмеген нәрселеріңізді кітаптан аламыз ғой, осы кітаптан алуға болатынын жазылған. Одан кейін Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі ақын Болат Асановтың Әжемнің әңгімелері. Осы кітапта да жастар және жоғары сынып оқушыларына арналған кітап. Ішінде жаңа өлеңдермен қамтылған, әжелерінің айтылған өмірдегі алынған әжесінің ата-анасының әңгімелерін өлең арқылы балаларға жеткізу мақсатында шығарған кітап. Алып оқысаңдар болады.